Сәлем қыздар, қазір мен сіздерге қиярларды банкіге тұздаудың жолын бір әдісін көрсететін боламын. Бұл ең оңай нұсқаулығы. Таза жуылған банкіге суға уксусты араластырып шайқап аламыз. Оны төгіп тастаймыз. Сонан соң бүкіл керек болған ингредиенттерді ретімен салып шығамыз. Айта кететін жөн, бұл жерде қиярларды қолданудан алдын жақсылап жуып 8 сағатқа салқын суға салып қоямыз. Сонан соң барып банкіге басылады. Менде қазір салып жатқаным укроп, құрғатылған укроп менде. Сарымсақ, пияз салдым, қызанақ, қиярларымды бірін-кетін салып толтырып шығамын. Бұл жерде мен қазір ретпе-рет жайғастырып жатырмын. Бәрі сеу үшін көбірек банкіге көбірек қияр кетсін деп. Мына жерде бізде смородинаның жапырақтарын саламын. Хрен жапырақтарын салып жатырмын. Бұл жерде бізде ащы бұрыш пен қара бұрышты салу керек негізі. Менде болған жоқ, сол үшін салған жоқпын. Енді бұған қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Бұл кезде біріншісінде уксус, тұз ештеңе салған жоқпын. Крышкасын жабамыз да оны 20 минутқа алып қоямыз. 20 минут өтті, енді оның суын төгіп тастаймын. Тұз аз қасықты 2 қасық саламын. Мендегі 2 литрлік банка, соның үшін 2 қасық саламын. Сіздерде 3 литрлік банка болса 3 қасық саласыздар. 1 литрлік болса 1 қасық. Қайнап тұрған ыстық суды үстінен құйып толтырып қоямыз. Уксусты кішкене қасықта 1 қасық саламын. Ал бәрі дайын, енді крышкасын жауып, банкыны жауып тастай береміз. Сосын банканы аударып қоямыз. Жасап көріңіздер.